Ассалаумағалейкум қадірменді достар, тағы да біз УАЗдың стартеріне Тойотанкін салайын деп жатырмын. Осы видеода соны сіздермен бөліскелі отырмыз. Ең алдымен мына тоқтарын алып тастаймыз. АКБ-ға баратын аккумулятордың плюсы және стартердің тоғы. Осыны аламыз, сосын ары қарай видеоны жалғастыратын боламыз. Сіздер оған дейін арнаға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Осы УАЗды сіздермен бірге толықтай адам танымастай қылып өзгертіп шығарамын ғой. Бортын жасайтын боламыз, покраска беретін салондарына обшивкасы барлығын сіздермен бірге жасаймыз. Салонның барлығын көкке бояғым келіп тұр. Мотордың крышкасы міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, барлығын көкке боядым. Енді салонның обшивкасын барлығын көкке жасайтын боламын, әдемі, ерекше қылып. Сіздердің көз алдарыңызда болады, барлығы жайлап жасайтын боламыз. Сіздер видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар және УАЗ бар достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Міне стартерін алдық, дәл осылай ар жағында махабигі көрініп тұр, тістері, венеці барлығы. Осы Тойотанк стартерін салатын боламыз. Қалай ағыттық, дәл солай жинайтын боламыз. Дым қиындығы жоқ, оп-оңай. Міне салдық, екі гайкасын қатайтамыз, астындағы, үстіндегі және де тоқтарын жалғайтын боламыз. Дәл осылай жалғап қойдық. Енді міне бұрынғы стартері өзінікі, енді қалай болады екен қыздырып көрсетеміз. Массаны қосып жүрейін. Масса. Осылай болып тұр ал. Жасауы осылай ал. Осы УАЗдың бортын, кабинасын енді жайлап жасайым сіздермен бірге. Сіздер осы арнаға тіркеліп кетсеңіздер, осы УАЗды барлығын сықитып жасайтын боламын. Сіздер танымайтындай қылып осы УАЗды. Ішін бәрін обшивкасын жасаймын, шумка жасаймын. Покраска беремін кабинаға, покраска. Барлығын жасайтын боламыз. Видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде сіздермен бірге жасаймыз барлығын.